Кәрі жілікті босағаға неге іледі? Қазанға ет салғанда алдымен бісміллә деп кәрі жіліктен бастап салады. Себебі кәрі жілік еттің бәрін ұстап тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды, құда табаққа салмайды, қонаққа, бөтен, жат адамға, керісінше үй иесіне немесе ағайынға береді. Өйткені кәрі жілікте шаңырақтың құты бар деп ырымдайды. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпаған, ал ұлдарға сүр бойдақ боласың деген сенім бойынша жігітке де бермейді. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торуылдапты, бірақ қанша тырысса да малын ала алмаған екен. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрыпты, бірақ таң ата қарауылдар көзден ғайып болады екен. Ұрылар тылсым жайды түсінбейді. Ертесіне біреуін тыңшылыққа жұмсайды. Ол байға жолаушы кейпінде келіп сыр тартады. Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен өзге ешкім жоқ екен. Тыңшы қайта келіп, байдың малын күзететін не жалшы, не күзетші жоқ. Бәрін барладым, көршілерін де сұрадым, ешбір жасағы жоқ. Бізге елестеген болу керек дейді. Ұрылардың басшысы, ендеше бүгін шабамыз деп атқа қонады. Бұл жолы да ұрылар қораға тақап келгенде қарулы жасаққа кезігеді. Ұрылардың бірнешеу жараланып, кейін шегінеді. Ертесіне ұрының басшысы байға өзі барып, байеке, мен ұрыйдым. 10 күн болды сіздің малыңызды торып жүргеніме. Бірақ қораңызды күзеткен қалың әскер алдырмайды. Күндіз көзден ғайып болады. Не сыр, не киеңіз бар, айтыңызшы деп ағынан жарылыпты. Бай ұрыны ертіп алып, қорасында әлулі тұрған кәрі жілікті көрсетеді. Әкем марқұм дүниеден өтерінде, кәрі жілік көрсең қораңа байла, малыңа қорған болады деуші еді. Өсиетін орындап, кәрі жілік іліп қойдым. Содан бері малға қасқыр да шаппады, ұры да түспеді. Бірде-бір малым жоғалмады. Қайта мыңғырып өсіп келеді. Соның шарапаты болмаса, менде басқа кие жоқ дейді. Құдіретке бас иген ұрылар баймен дос болыпты. Ниетінен қайтып, адал кәсіпке көшіпті деседі. Кәрі жілікті жеуге болмайды дегенді ғана естушедік. Оның мәні мұншалықты тереңде жатқанын ойламаппыз. Ертеде байдың жалғыз ұлы болыпты. Ол керуен тартып, қалаға саудаға аттанады. Сапарға шығар кезде әкесі, балам, мына кәрі сүйекті қойныңа салып ал, қауіп қатерден аман боласың дейді. Әй әке, ай, сенің ағырымың таусылмайды екен деп ұлы селсоқ қарайды. Бірақ әке көңілін қимай, көп қапшықтың біріне лақтыра салады. Межелі жеріне аман есен жетіп, саудасын жасап елге қайтады. Жолда керуенге қарақшылар шабуылдайды. Бала не істерін білмей қатты сасады. Сол кезде арт жағынан қарулы жасақ пайда болып, қарақшыларға қарсы ұмтылады. Тонаушылар сескеніп кейін шегінеді. Қапылыста бір қарақшының қаңғыған оғы баланың аяғына тиіп, жараланып қалады. Ғайыптан пайда болған жасақ керуенді аман есен елге жеткізеді. Бірақ ел шеті көрінгенде көзден ғайып болады. Бала үйіне келіп, әкесіне болған жайды баяндайды. Сонда әкесі, ұлым, арымның сырын енді түсінген боларсың. Кәрі жілікке Құдай осындай қасиетті артқан. Сен балалық қылып, кәрі жілікті көп қапшықтың біріне салып алдың. Сонда да керуенің ғайып ерен 40 шілтеннің шылауында болды. Егері қыласың күшті болғанда, жебеде дармас ет деген екен. Осыдан бастап ел аузында кәрі жілік ер жігітті 40 жолдан қағат деген сөз қалыпты. Иә, көп жастар мұны біле бермейді. Негізі, қазақ халқының салт дәстүрі тұнған тәрбие ғой. Ұлттық құндылықтарымыз ше, нағыз тәрбие мектебі ғой. Баяғыда бір бейбақ айтқан екен, білгенімнен білмегенім 99 деп. Айналайын, асыл ата бабам, қасиетіңнен айналдым. Босағаларыңыздан құт береке арылмасын.